Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай вупипай пирожныйын дайындайтын боламыз. Енді дәмі прям супер болып шығады. Сіздерге де кеңес беремін жасап көруге. Бір жасағаннан шығатын рецепт. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге 2 жұмыртқа қажет. Және де шоколадымыз бен сары майымызды микроволновкада ерітіп аламыз. Құрғақ заттарымызды ситадан өткізіп, какаомызды, разрыхителімізді ситадан өткізіп аламыз. Енді жұмыртқамыздың үстінен шекерімізді салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Кішкене көтерілгенше миксерлейміз. Міне біздің массамыз осындай болу керек. Енді осының үстінен жаңағы еріген шоколадымызды құямыз. Тағы миксерлеп жібереміз, біркелкі араласу үшін. Сосын барып үстіне ұнымызды, құрғақ заттарымызды қосатын боламыз. Енді біркелкі болғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Ұнымыз бен жаңағы сұйық затымыз жақсы араласу керек. Енді жаңағы дайын болған массамызды мешокқа құйып алдым. Тура видеодағыдай етіп, домалақ етіп осылай құйып шығасыздар. Оға дейін печкамызды қыздырып алуымыз керек болады. Қызып тұрған печкамызда пісіріп алатын боламыз. Міне біздің печеньеларымыз дайын, пісті. Енді ганашын дайындап қоямыз алдын ала. 50 грамм шоколадты тартып алып, оның үстінен 50 грамм сливкиді құятын боламыз. Бірге бір қойып. Енді бұны су буында немесе микроволновкада ерітіп алсаңыздар болады. Енді кремін дайындайтын боламыз. Ыдысымызда творожный сыр мен шекер бар. Мен шекер қолдана беремін. Творожный сыр мен шекерімізді жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Сосын барып сливкимізді құятын боламыз. Өйткені бірінші сливкиді айналдырып, үстінен творожный сыр салынған жағдайда жаңағы біздің креміміз іртік-іртік болып қалады. Сол себепті ең алдымен творожный сыр мен шекер болса шекер, немесе сахарный пудра болса, соны біркелкі етіп араластырып алғандарыңызды ұсынар едім. Міне біздің креміміз дайын. Кремді мешокқа құйып алдым. Енді осылай етіп жағып, пирожныйларымызды дайындап шығамыз. Міне біздің ганашымыз дайын болды, қоюланды. Ганашты сразу дайындап, осылай бетіне жауға болмайды, өйткені сұйық болып ағып кетеді. Егер қоюланбай жатқан жағдайда сіздер оны холодильникке 10-15 минутқа салып алсаңыздар, тез осылай қоюланады. Барлығын бетін осылай шоколадпен жағып шығатын боламыз. Оформлениясын енді өздеріңіз қалаған бойынша жасайтын боласыздар. Міне біздің пирожныйларымыз дайын болды. Өте дәмді, ерекше шығады. Сіздерге де кеңес беремін. Егер видеом ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алда әлі тағы да көптеген рецептермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Әйгерім.